Сәлем достар, бүгін біз сіздермен тез арада дайын болатын сыр қосылған бауырсақтарымызды дайындаймыз. Немесе сырные палочки деп атасақ та болады. Бұл жерде бізге ешқандай көп ингредиенттер керек емес, және де қол жетімді, яғни доступный деп жатамыз ғой, доступный заттардан жасалынатын, тез арада ашытып жатпай-ақ тез дайын болатын сыр қосылған бауырсақтарымызды дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге айран керек, содан соң 2 жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне тұз және де қант қосатын боламыз. Бұл жердегі өлшемдері тұзды кішкентай шай қасықпен толтырмастан 1 қасық және де қантты да солайынан 1 шай қасық қосасыздар. Болғаннан кейін барлығын жақсылап араластырып, қалған ингредиенттерімізді де қосатын боламыз. Сырымызды алдын ала үкіштен өткізіп дайындап алдық. Бұл жерде бізде сырдың қандай түрі болса да кез келген түрін алып қоса бересіздер. Ешқандай да мінекей мына сырды алып қосу керек деген міндет жоқ, сондықтан да кез келген дүкендеріңіздегі бар сырды алып қоса бересіздер. Және де менде осылай кептірілген укроп бар болды. Ал сіздер болса, кез келген ас көктің түрін қоса берсеңіздер болады. Үйлеріңізде қай ас көктің түрі бар, кез келгенін қоса бересіздер. Содан соң, егерде сіздерде ванилин қолдарыңызда бар болса, қоссаңыздар болады. Егерде жоқ болып жатса, ол ванилинді қосу міндетті емес. Бізде ұнды қосар кезде міндетті түрде қыздар алдын ала електен өткізіп алғандарыңыз дұрыс. Өйткені егерде өзін ұнға қоспай бөлек қосатын болсаңыздар, қопсытқышты, онда сіздердің кез келген дайындап жатқан заттарыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Көтерілсе де дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан да осылай бірінші ұнымызға қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып, содан соң ғана қосуды әдетке айналдырғандарыңыз жөн. Мінекей қопсытқышымызды қосып алдық. Енді қазір ұнымызбен жақсылап араластырамыз. Бірдестен барлық ұнды салып жібермеңіздер, 3-ге немесе 2-ге бөліп салғандарыңыз дұрыс. Бірдестен салатын болсаңыздар, сіздердің ұндарыңыздың ортасы дұрыс араласпай, орталығындағы ұндары қалып кетуі мүмкін. Бөліп 2-ге немесе 3-ге бөліп жасағандарыңыз дұрыс. Мен астында описание бөлімінде барлығын қалдырып кетемін. Қанша керектігін, өлшемінің барлығын жазып қоямын. Бұл жерде ұнды сіздер кез келген түрін ала бересіздер. Одан соң ұнның өлшемі 50 грамм артық немесе кем болуы мүмкін. Тығыздығына байланысты әркімде әрқалай болады. Сондықтан да өздеріңіз қатты қолға жабыспайтындай қамыр иленіп шықса болды. Мінекей осындай болып шығу керек. Қолға кішкене жабысатын болады, өйткені ішінде сыры бар болғандықтан, онда тұрған ештеңе жоқ. Кішкене ұнды қосып, жая бересіздер. Бірақ ең алдымен 10 минут, 15 минутқа қалдырып қойсаңыздар болады, немесе 5 минутқа ғана қалдырсаңыздар да болады. Мінекей мен 10 минутқа қалдырып қойдым. Енді қазір осындай жұмсақ болып тұр. Ұнымызбен жақсылап илейтін боламыз. Бірінші ең алдымен осылай ұндарыңызды сеуіп алыңыздар. Қамырымызды қойып, оның үстіне ары қарай жаятын боламыз қазір.
осылай жақсылап жайып аласыздар қамырларыңызды. Содан соң қалай кесетіндігін қазір көрсететін боламын. Мінекей осылай қатты қалың етпей, орташа етіп, ортасын кесіп жайып аламыз. Сіздер пышақпен кессеңіздер де болады. Осылай ұзынша етіп кесіп алыңыздар. Енді қазір осыларды біз табада қуыратын боламыз, майымызды қосып. Мінекей қыздар, осындай қалыңдықта болу керек, қатты жұқа етудің де қажеті жоқ. Табамызға майымызды құйып алдық. Енді барлығын осылай сала отырып, қазір біз сыр қосылған бауырсақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Қыздар, дәмі өте керемет болды. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Ешқандай да көп уақыттарыңызды алмайды, тез арада дайын болады. Үйде нан жоқ болып қалған кезде, немесе қонақтар аяқ астынан келетін болып қалған кездерде ең таптырмас, тез дайын болатын, ешқандай да ұялмастан ортаға қойып ұсына алатындай тағамның бір түрі. Көрдіңіздер ме қыздар, қып-қызыл болып, әдемі болып пісіп шығады. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер, да ұнайды деген үміттемін. Мінекей қыздар, қараңыздар, қандай керемет, жұп-жұмсақ. Енді жұмсақтығында сөз жоқ, шынын айтқанда жұп-жұмсақ, әдемі, керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Қонақтарыңызға да ұялмай ұсына аласыздар. Мінекей қыздар, ішінде сырымен болғандықтан дәмі ерекше болады екен. Мен де бірінші рет жасап тұрған жоқпын. Осыны жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Шай ішкенде де, кешкі ужинға жасасаңыздар да өте керемет. Енді дәмділігінде шындығын айтқанда қыздар, сөз жоқ. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын, сау болыңыздар.